Интертрохантер сынығы анықталып, операция жасау туралы шешім қабылданғаннан кейін. Әрбір бекіту сүйектің сапасына байланысты шешіледі. Бұл үшін стандартты емдеу әдісі динамикалық жамбас бұрандасы деп аталады. Ол соңғы 40 жылда қолданылып келеді. Және сүйек сапасы жақсы болса, жақсы жұмыс істейді. Бірақ сүйек сапасы жақсы болмаса, емдеу проксимальды бекіту шегелері мен трохантерлік бекіту шегелері түрінде жүргізіледі. Бірақ біз 90-95 жастағы адамдардың да сол трохантерлік сынықтармен келіп жатқанын көре бастадық. Және мұндай жағдайларда тіпті осы жетілдірілген шегелерде мықты ұстай алмауы мүмкін. Сондықтан бізде TFN деп аталатын стандартты жетілдірілген шегелермен бекіткен науқастар болды. Бірақ бұрандалар әлі де олар жүре бастағанда, қозғалғанда кері шырт кетуге бейім. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін осы шегелер мен бұрандалар арқылы біз оған инъекциялық цементтер енгізіп тұрақтандыра аламыз. Жалпы, егер сүйек сапасы жақсы болса, оны бекітіп, науқасты қозғалысқа келтіру принципі сақталады.